Дәл осындай керемет слайдты қалай жасаймыз? Қазір сіздерге көрсететін боламын. Олай болса, кеттік. Бізге пустая презентация керек болады. Одан кейін парақшамыздың фонын өзгертеміз. Формат фонаға барамыз. Фонын дәл осындай түске өзгертеміз. Одан кейін вставкаға барып, прямоугольник фигурасы қажет болады. Фигураны қойдым. Фигураның түсін аққа өзгертеміз. Одан кейін линияға барамыз. Линия бізге ақ болғаны дұрыс. Ширинасы 20-ға қоямыз. Яғни линияның ширинасы. Одан кейін эскизный стиль деген бар. Осы жерден рисованная кривая деген таңдаймыз. Қараңыздар. Линияның қалай өзгергеніне волнисті болып, толқын болып. Одан кейін бізге тағы да фигуралар қажет болады. Сіз текст қоямын десеңіз, текст қойсаңыз болады. Мен фигуралар қоямын. Қойдым. Енді бізге тағы да бір фигура керек болады. Прямоугольник. Прямоугольник қоямын. Прямоугольник қойдым. Оның заливкасын дәл біздің фонның заливкасымен. Одан кейін нет линияны қоямыз. Линияның қажеті жоқ. Одан кейін вставка фигура цилиндр таңдаймыз. Цилиндр таңдап жерге қоятын боламыз. Цилиндрдің түсін ақ қыламыз. Дублировать етеміз. Бірінші слайдымызды дублировать етіп группировать етіп алуымыз керек. Группировать етіп алдым. Енді біз группировать етілген екі фигурамызды, яғни шетке қарай жылжытамыз. Енді переход керек болады. Бізде переход, яғни бізде трансформация болады. Дәл осындай керемет презентацияларды бізбен бірге үйреніңіздер. Ұстаз деген атқа лайықты болуға шақырамын. Егер ұнап жатса, лайк басып сақтап қойыңыз. Сау болыңыздар. Сіздермен болған лайықты ұстаз.